қазақта жақсы сөз бар ғой, әкеге бағыну, анаға бағыну, бұл Аллаға бағынумен бірдей деп. Осы мен Азаматты өзім 16 жасынан бастап танимын. Сол кезден бастап екеуміз сырласқан кезде әрқашан жас қайрат әкесін жүрегінен шығарған емес. Маған айтады, менің әкем осындай болды, менің әкем осындай, маған осындай тәрбие берді. Мен ата-әжемнің қолында өскесін, әкеммен көп сырласа алмай қалдым деп. Біз мысалы телефон соғып біреулермен әкемізбен ренжісіп жатқан кезде, әбеке үйтпеш, олай жасамаш, әкеге олай айтпаш деп айтатын. Енді рұқсат етсеңіздер, қазір Азамат өзі 19-20-дағы бала. Ал мына жасында Азаматтың жасаған ерлігі, былтыр ғана өз еңбегімен осы Атырауда үй сатып алды, былай қарасаңыздар. Қол соғып қойыңыздаршы. Қазір 19-дағы балдар ата-анасына мас болып көшеде арақ ішіп, темекі шегіп жүр, әкесінен анасынан ақша сұрап. Былай қарасаңыздар, ал Азаматтың осындай ерлігі, мысалы әкеге деген сағынышы өзінің тойында айтқасы өткізейді деген ниет. Қазір ерекше көрініс, баршаларыңыз Азаматтың көз жанарына қараңыздар, бір ауыз тілегін айтады. Әкеге деген сағынышпен жақсы бір сіздерге деген ән шашуы бар. Алдымен аса қазір сөйлеген кезде жылап қалуы мүмкін, бірақ сіздер бәріңіз күліп, екі жақ қолдарыңызды жоғары көтеріп, Азамат үшін қаттырақ қол соғайықшы. Бұл Азамат! Құтта қандай өзі? Өзі сөйтіп еркелететін етін. Ал, Азат, рұқсат. Барша тойшы қауым, менің тойыма келіп жатқан ағайындар, бауырлар, достар, баршаңызға көп-көп рахмет. Осылай сыйлап, менің тойыма атсалысып келіп жатқандарыңызға. Осы барша ағайындардың алдында мені осылай өмірге әкелген анама және де тәрбие берген, осы күнге жеткізген әжеме басын дейіп алғысымды айтамын. Бір әкенің берген тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды дейді. Осы осы күнге жеткен әкеме атамның арқасы деп білемін. Ал кеттік, бірден музыканы қояйық осы жерге, Алтынбек. Міне Азаматтың әкесі, жас қайрат әкеміз. Өзі қарап тұрып деп есептейік. Ағай, қолдауларыңыз аямаңыздар. Азаматтың бір басы екеу болды. Жайық пешке, мың жасаңыздар. Өмірдің көрген талай жол туралы, әкеден кім аяйды қолда барым, әкенің ақ тілегін өтеу парыз. Мен бүгін әкемді ойлап толғанамын, әкемді ойлап толғанамын. Ыстығым кім-кімге де әке деген, суыққа шалындырмай мәпелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген, өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген.
жүрміз. Біз бүгін әкелердің арқасында алаңсыз салып сайран шалқып жүрміз. Біз бүгін әкелердің арқасында Қошеметтеріңіз аймаңыздаршы, қаттырақ. 1 минут қол соғайықшы бәріміз. 1 минут. Өз бекеміз. Қаттырақ. Рахмет. және де осылай Мен өзім шақырайыншы. Бақақ. Мен Бақақ деппін ғой. Бақыт апа. Келіңізші. Азамат сөйтіп үйретіп тастаған, мен Бақақ дей беремін. Бақыт апа. және де осылай мені осы күнге жеткізген Бақақ сіздің арқаңыз. Айтшы, өзің айтшы, Бірақ- Бақақ деп. Бақақ. Иә. Мен мама деп айта алмаймын, себебі әжем әлі тірі. Иә. Әжем ұрсады айтсам. Иә. Ең бірінші әжеге Аза, Осы- өтініш соңғы рет Бақақ деші. Бақақ. Иә. Осы баршаңыздың алдында маған тәрбие берген, осы күнге жеткізген, көзінің тірісінде өзімнің әжеме қатты алғысымды айтқым келеді. Әже, аман болыңыз. Мен сізді қатты жақсы көрем. Сіз барда ешкімді мама деп айтпаймын. Және де менің бауырларым, бірге оқыған достарым. Сіздерге көп рахмет. Қысқа. Әкем мен атамның қадірін біле алмадым, бірақ та күйшісініп жатырмын. Сондықтан да осы өмірге әкелген анама өзім шағын сыйлығым бар. Соны табыс етуге рұқсат етіңіз. Рахмет. Мен постоянно аза артта шығып қоямын ғой, айтып жіберейінші. Кішкене Дубайдан алдырды. мен үшін Анасына алтын сақина. Дубайдан келген сыйлық, Дубайдан келген. толғасын Рахмет. Бағасы 850 мың теңге. Бақақ тосын. Ал кеттік алтын сақина. Құрдастар қайда, құрдастар? Өнер ұжымы. Давай, тұрамыз. Құрдастар қайда? Бақыт апа, ортаға тұрыңызшы. Бақыт апа, келіңізші. Ортадан беріңізші, ортаға тұрып. Келіңіз, ортаға. Құрдастар қайда? Дәшінің жігіттері қайда? тербейтін Қиуас! әлемді бесік шыр әнеді ақ жаулық ақ самай ақ көңіл аналар неткен әдемі мен үшін анашым ең биік тұлғасы. Біздің азамат армияға кетіп батырған. Біз кетер алдында жедіп. Құрметті жаңадан келген құдалары, бір ғана өтініш болып тұр енді. Маған бер тарс күріс арзан күлкі кетіп жатыр ғой. Бірақ аза фото түсіп боласың ба? Мына азамат, міне көрдіңіз ғой, әжесінің, анасының разылығын алған бала. Міне сіздерге адал күйеу болатын болса, ол біздің азамат деп біліңіздер. Мен Меруертті көріп риза болдым. Қараңыздаршы, қаншама той басқарып жүрміз ғой, бүгін Меруерт өз иманды қыз екен. Міне азамат, мен ешқандай былай құдаларға былай таныстырайын. Тек 4 жол айтам, е? Мына халықтың азаматқа деген қошеметінен күйеу балаңыздың қадірі қандай екенін көресіздер. Міне біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі дейді. Міне азамат жігіттің төресі.
Міне азаматтың ақ көңілділігі сондай ауызын ашса жүрегі көрінетін азамат. Бұл азамат досқа адал болған, дұшпанға қатал болған, жан-жағын қаспен емес, жан-жағын доспен жинаған азамат. Бұл азамат әжесі мен анасының разылығын алу үшін жастайынан еңбек етіп, елдің батасын алған азамат. Естеріңізде болсын, сіздің азаматтай ұлдарыңыз өмірде бір-ақ рет келеді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйені, көп болсын деп қалтасында доллар менен теңгесі, бұл азамат бір Алланың шын сүйген пендесі деп қол соғып қойыңыздар. Міне. Еркекпін мен, тек бір сөйлеп шұлғынатын еркекпін мен.